Балдар, олай болса, қазақ тілі сабағымызды бастайық. Өткен сабақта біздер сын есіммен танысқан болатынбыз. Сын есімді біздер білеміз. Енді сын есімді есімізге түсірейік. Сын есім дегеніміз не ол? Сыным деген сөз, ол заттың несін білдіреді? Пішінін, түсін, көлемін білдіреді. Және оған қандай сұрақтар қойылады? Қай деген сұрақтар. Сонда сын есімнің қандай түрлері болды? Біз бұрыннан таныспыз. Қандай түрлері бар? Сын есім, күрделі сын есім, және қарсы мәнді сын есім. Қарсы мәнді сын есімдер. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыз 92-ші бетті кітапты ашып, оқулықты 38-ші жаттығуға қарай қойыңыздар. Оқулыққа қарап, 38-ші жаттығуға қарай қойыңыздар. Апай оқып береді, түсініп аласыздар. Ішінде түсінбеген сөздерің болса, белгі қойып кетіп, қазір сол бойынша сөздік жұмысын жүргізетін боламыз. Тоқтар әкесінен мүлде ерте айырылды. Содан бірер жыл Теміртаудағы жездесі Нығыметтің үйінде тұрған соң, шешесі Камила қала тіршілігіне көндікпей ауылға қайта көшкен. Тоқтар орталық мектепті сол Қарқаралының трактор жөндеу станциясын бітіріп, әрі қарай оқуын жалғастыру үшін тағы да әпке жездесінің қолына барды. Кешкі мектепте оқи жүріп, күндіз жүкші болып жұмыс істеді. Келер жылы зауытқа токарлық жұмысқа ауысты. Бала Тоқтардың аты елге таныла бастады. 18-ге толмай жатып, суреті құрмет тақтасына ілінді. Балалар, енді осы оқылған мәтіннің ішінде қандай сөздер түсініксіз болды? Жүкші, сосын тоқыр, сосын айрылу, сосын парашют. Олай болса, сөздік жұмысын жасау үшін түсініксіз сөздерді білу үшін біздер телефондан, ұялы телефондарыңыздан, интернетте керек көздерден қарайтын боламыз. Балалар, берілген тапсырма бойынша керек көздерден парасат, айару және суқыраға тапсырма берілді. Қалғандарыңыз кітапқа қараңдар. Осы мәтіннің мазмұны бойынша сұрақ дайындаймыз. Олай болса, мәтін мазмұны бойынша сұрақ қояды бізге. Нұрай, сұрақ қойшы. Тоқтардың әкесі қайтыс болғанда Тоқтар кімнің үйінде тұрды дейді. Теміртаудағы жездесі. Тағы сұрақ қояды. Тоқтардың суреті құрмет тақтасына неше жасында ілінді? Жарайсыңдар. Олай болса, тапсырма бойынша сөздік жұмысы. Аяғын шыға ғой, саған қандай сөзді табып берді? Тұра ғой, келіп айтады. Сөз не? Токар темір ағаш тетіктерді жонатын істің шебері. Токар дегеніміз сонда ағаштар мен темірлерді жонатын адамды айтады. Жарайсыңдар. Келіп айтады. Мәтіннің ішіндегі түсінбеген сөздеріміз кәмелеттік аттестат дегеніміз не? Кәмелеттік аттестат деген мектепті бітірген оқушыларға берілетін куәлік қағаз. Мектеп бітірген 10 елде 11 бітіреміз ғой, содан кейін берілетін куәлік. Жарайсың. Келесі сұрақ, келе ғой сұрақ. Саған қандай сұрақты табып берді? Парашют дегеніміз не екен? Парашют ұшақтан секіріп түсуге арналған құрылғы басқан. Ұшақтан жоғарыдан секіретін құрылғыны парашют деп атайды. Келесі тапсырмамыз сын есімдерді қоюымыз керек. Мына сөздердің алдына сын есім қоюымыз керек. Бірінші қатардан ойланып алыңдар. Бірінші сұрақтарға қарап, балалар, олай болса, керекті сын есімдерді қойып жазу керек. Үш қатарда шығамыз. Сұлтана шығамыз. Дания келе ғой. Мерей келе ғой. Үшеуін жазамын. Сын есімдерді қоя қойыңдар ғой. Сұлтан оқи ғой. Кіші кісі қостар, үлкен кісі бастар. Жарайсыңдар. Отыра ғой, Сұлтан. Дания оқи ғой. Жақсы болсаң олдарсың, жаман болсаң атарсың. Жақсы, жаман деген сөзге сұрақ қоя қойшы. Қандай жақсы, қандай жаман. Жарайсың, отыра ғой. Мерей. Жаман бала тойлағыш, жақсы бала ойлағыш. Сұрақ қоя ғой. Жаман, жақсы деген сөзге. Қандай деген сұрақ қоя ғой.
Жарайсың отыра. Балдар жазып болсақ, оқулыққа қарай қойып, 94-ші бетте 40-шы жаттығу. Қараңызшы балдар кітапқа. Аяғын оқиға берілген тағы өлеңді оқып жатқа жаз және қарсы мәнді сын есімдердің астын сыз. Жатқа айтады. Балалар, жаттап болсақ, онда тақтаға бізге жазады. Бірінші жолын аяғын жазауы. Аяғын жазып болмай, екінші жолын тұлғара жазауы. Қалғанымыз дәптерге, көркем, әдемі қылып 40-шы жаттығу. Жатқа жазыңдар. Сұқырап жазған өлеңді оқимыш. Үйрен жақсы әдеттен, жирен жаман әдеттен. Бұл жерде қарсы мәнді сын есім қайсысы? Жақсы және жаман. Жақсы, жаман, қарсы мәнді сын есім екен. Қандай? Жарайсың отырауы. Олай болса, қарсы мәнді сын есімдер дегеніміз, мағыналары бір-біріне қарсы сын есімдерді айтамыз. Мысал үшін, қалың, қарсы мағынасы жұқа, әлсіз, мықты, жомарт, қара, ұзын, қысқа, қатты, кең, мейірімді, мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сын есімдерді қарсы мәнді сын есімдер дейміз. Олай болса, оқулығымызға қарай, 42-ші жаттығуды қарай қойыңдаршы. Берілген сөздердің сын есім екенін дәлелдеп, оларға қарсы мәнді сын есімдерді табуымыз керек. Қандай сын есімдер берілген? Оқиғыш, қандай сын есімдер? Осы 3 сын есім берілген. Осыған қарсы мәнді сын есім табу керек. Сосын дәлелдеу. Мысал үшін, ірі деген сөзді аламыз. Ірі бұл сын есім. Өйткені заттың есім білдірісі ірі деген көлемін білдіреді. Қандай деген сұраққа жауап береді. 42-ші жаттығуды тақтаға дұрай жазады. Қарсы мәнді сын есім жазады үшін. Жарайсың орай отырады. Балалар, келесі тапсырма дәлелдейсіңдер. Дәлелдеу үлгісіне қарап, кітапта 94-ші бетте дәлелдеу үлгісі тұр. Осыған қарап, мен сіздерге сөз берем, соны дәлелдейсіңдер. Осы тапсырманы орындауға Раяна, Нұрбұлан, Әмина шығады. Шыға қойды. Раяна айтады. Суы бұл сын есім өйткені заттың сынын тұр. білдіреді. Қандай деген сұраққа жауап береді? Жарайсың Раяна. Келесі Нұрбұлан айтады. Бұл сын есім өйткені заттың көлемін білдіреді. Қандай деген сұраққа жауап береді? Жарайсың. Келесі Әмина. Ұсақ бұл сын есім өйткені ол заттың білдіреді. Ол қандай деген сұраққа жауап береді? Балалар, енді біз ойын ойнап жіберейік. Мұнда жерде 2 үй берілген. Бір үйде мағынасы жоқ сын есімдер тұрады, бір үйде қарсы мәнді сын есімдер тұрады. Астында сөздер берілген. Осы сөздерді өзінің үйіне кіргізуіміз керек. Қай сөз қарсы мәнді сын есімдер, қай сөз мағынасы жоқ сын есімдер. Олай болса, кім шығады тақтаға? Қарасат келе қой. Сөзіңді оқы, қайсына жатады, сол үйге кіргізе қой. Биік аласа қарсы мәнді сөздер. Үйіне кіргізе қой. Сөзді оқы, және қай үйге кіретінін айта қой. Сұлу және көрікті. Қай үйге кіреді? Бұл мағынасы жоқ сын есімдер. Жарайсың. Сендер тексеріп отырыңдар, дұрыс айтып жатыр ма? Дұрыс емес айтып жатыр ма? Кім шығады? Сұқыра. Қалғандарында дайындалып отырыңдар, шығасыңдар. Сөзіңді оқи қой. Кәрі қарт. Бұл мағынасы жоқ сын есімдер. Дұрыс, жарайсың. Кәрі қарт деген мағынасы жоқ сын есімдерге жатады екен. Келесі кім шығады? Ибраим, қандай сөз келе ғой? Қыздан келе ғой. Даусын шығарып айтамын. Кең тар. Қай үйге жатады? Қарсы мәнді сөз. Жарайсың. Кең тар қарсы мәнді сөзге жатады. Келесі Сұлтан шыға ғой.
десек те ибалы. Ол мағынасы жоқ сын есімдер. Үйіне кіргізеді. Оқушылар олай болса барлық тапсырманы орындап болдық. Үйге 41-ші жаттығу 94-ші беттегі. Олай болса балалар бері қараңыздаршы. Бүгінгі сабаққа түсіндік пе? Түсіндік пе? Сонымен қарсы мәнді сын дегеніміз не екен? Қарсы мәнді сын дегеніміз орындап тұрып айтау. Мағынасы бір-біріне қарама-қарсы сын есімдер. Мағынасы бір-біріне қарама-қарсы сын есімдер. Мысал келтірейікші, қарама-қарсы. Қалың жұқа, тағы ұзын жұқа, қара ақ, жарайсыңдар. Олай болса, бүгінгі сабаққа өте жақсы түсінсеңдер, тақырыпты меңгерсеңдер, мұнда жақсыға келіп стикерлеріңізді жақсырасыңдар. Ал егер тақырыпқа түсінбесеңіздер, қызыл стикерге әлі де болса жұмыс жасау керек болса, сарыға тапсыратын боласыздар. Жақсы, кері байланыс жасайық. Бүгінгі сабаққа түсінгендеріңіз, түсінбегендеріңіз жайында.